Тау алыстаған сайын биік. Түркілер тарихында өзіндік үлесі бар. Көшпенділердің ұлы қағаны Шыңғысхан турасында тақырып бүгінгі ұрпақ санасында өшкен емес. Ардақты алаш жұрты, өткенімен мақтанып, бүгінімен өмір сүретін көз қарақты оқырман. Біз сіздерге уәде еткеніміздей Қазақстан тарихы порталы мен Ерзат Кәрібайдың сұхбатын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұл жай сұхбат емес, тарихи фактілер мен генетика ғылымы бойынша Шыңғысхан гені қай ұлт ұру тайпаға сәйкес келеді. Кешегі моңғол тілі мен бүгінгі қазақ түркі тілінің байланысы қалай, осының бәрі сұхбат соңына дейін айтылатын болады. Ал ендеше біз бастадық. Қазақтың рухани кеңістігінде Шыңғысхан есімі дәл қазір қызу тақырыпқа айналды. Бірі ұлы қағанның шыққан сойы моңғол нәсілінен десе, екінші топ қазаққа телиді. Шыңғысханға байланысты осы уақытқа дейін қаншама ғылыми еңбектер мен көркем шығармалар жазылды. Әрине, бұдан кейін де жазыла бермек. Әзірге бас қағанға байланысты дау-таластар тоқтамайтын тәрізді. Бізде осы сұхбатымызды басы бүтіндей Шыңғысхан тақырыбына арнап отырмыз. Әңгімеміздің бас иесі жаста болса, ілкі қазақ тарихына қатысты жоталы ой айтып, тұшымды дүниелер жазып жүрген тарихшы Ерзат Кәрібай бауырымыз. Ардақты Ерзат бауырым, алғашқы сауалымызды мынадан бастасам деймін. Сен Шыңғысханды Шыңғыс қаған деп өз атауымен атаған дұрыс дейсің. Әуелі әңгімемізді осыдан бастасақ. Біз адам атын лауазыммен қосарлап айтқанда, оны өз орнында қолдануымыз керек. Қандай адамдар бек аталады? Мысалы, Меркіт Тоқтабек, Ойрат Құдуқабек, ал одан жоғары лауазымға қатысты. Моңғолдың құпия шежіресінде мынадай сөздер бар. Моңғол қа, үге кер ақын. Бұл Керей ханы Тұғырылдың сөзі. Мағынасы былай болады. Моңғолға қа, басшысыз қалай болады деген сөз. Көшпенділерде бек, қа, хан, қаған деген лауазымдар болады. Қа түбірінен қа, қан, қатын, ханның әйелі. Қаған деген сөздер өрбейді. Қаған ең жоғары лауазым, яғни хандардың ханы деген сөз. Ол тұтас көшпендіні бір ту астына топтастырған империялық деңгейдегі билеушінің атауы. Ендеше Шыңғыс хан емес, қаған. Жошы, Шағатай, Төле олар хан. Қағаннан кейін тұрады. Ал үгедей қаған тағына мұрагерлік етіп қаған болған. Қаған деген атау тарихта тұңғыш рет Сәнбей қағанатында қолданылған еді. Екінші сұрақ. Абайдың біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы жазбасындағы Шыңғысхан туралы келтірген дерегіне не дер едің? Абай өзінің біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы осы жазбасында қазақтың тегін моңғолдан шығарады. Әрине, қазіргі моңғол емес, ежелгі моңғол. Моңғолдан шыққан халықтың бірі қазақ. Қазақтың моңғолдан шықпақтығы ұят емес, білімсіз қалуы ұят дейді. Десе де Абай ол кезде қазақтар моңғолдарға құтты болсын айтып барыпты деген аңызды алға тартады. Бірақ ол кезде қазақ халық ретінде тарих саханасына әлі шықпаған кез еді. Сондықтан оны шын тарихи оқиға деп қарастырмаймыз. Алайда Шыңғыс қағанның заманында қазақты құраған ұры тайпалардың оның төңірегінде жасағанында болғанын еш ұмытпауымыз керек. Келесі сұрақ. Сонымен Шыңғыс қағанның шыққан тегі қият тайпасы екендігі анық дерек қой. Бұл еш талассыз ақиқат дерек. Шыңғыс қаған қият руынан. Қият тайпасы туралы дерек заманымыздың 4-ші ғасырында солтүстік Қытайда белгілі болды. Қият көсемі Шатлун қияттарды және ғұнның өзге руларын бастап 312 жылы Қытай астанасы Чаңанды басып алады. Сөйтіп Шыжау мемлекетін құрады. Бірақ қияттар 353 жылы Қытайлар жағынан жеңіліске ұшырап, солтүстікке қарай ауады. Қият
тілі туралы бірнеше ауыз сөз қалған. Сұш талибен, пугук тұтан. Бұл жердегі сұш түрікше әскер, талибен талпыну, жіберілу деген сөз. Ал пугук жер аты, тұтан, тұту, ұстау деген сөз. Осыған қарағанда ежелгі қияттар түркі тілдес болған. Ергене қоң аңызы бойынша қияттар мен нүкіздер татардан жеңіліп, Ергене қонға 450 жыл бойы тығылып, Шыңғыс Қағанның 20-шы атасы Бөрте шене бастап таудан шығады. Бұл шамасы 9 ғасырдың басына тура келеді. 350 жылға 450 жылды қоссақ, расында 800 жылдарға дәл келеді. Одан 19 ұрпақ ауысқанда Шыңғыс Қаған өмірге келеді. Десе де қият тайпасы өсе келе көптеген тармақтарға бөлінді. Қатаған, Салжұт, Дүрмен, Барлас, Дулат, Суан, Кенегес, Маңғыт, Ұрғыт деп 30-дай тармаққа бөлінеді. Десе де Шыңғыс Қағанның 3-ші атасы Бартан әулеті қайтадан қияттар атанады. Қият руы көбі жошымен бірге Дешті Қыпшаққа келіп, бір түмен әскер болды. Әйгілі Алтын Орданың жарым әскерін қияттар басқарды. Шыңғыс Қағанға қатысты қазақ арасында сақталған аңыздар не дейді? Ең ғажабы Сәлиха Сәмен дастаны. Бұл дастанда жырбасы былайша басталады. Моңғолдың ескілікті тұрмысында, Есукей Батыр ханның тұрғысында деп жалғасып кете береді. Dastanдағы оқиғалар Шыңғыс Қаған өмірге келудің алдында болған оқиғалар. Сәменнің Көкше әулиеге баруы. Мұндағы Көкше әулие Темүжінге Шыңғыс Қаған деген лауазымды берген шаман бақсысы. Көкше әулие Сәменге Тәңірдің қалауымен таяуда Шыңғыс Қаған өмірге келеді. Сенің атың Сайын Бұрыл, жақша ішінде жақсы бұрыл. Сол Қағанға ғана арналған ат. Астыңдағы тұлпарды осында қалдырасың деп атын алып, өзін ерін арқалатып жаяу қайтарады. Ал енді Ақсақ Құлан Жошы хан. Бұл күй аңызы. Жошы ханның өліміне байланысты. Оның өлімін Шыңғыс Қағанға Найман Кетбұға осы күймен жеткізген дейді. Садағын сағымға ілдірген Шыңғыс хан. Бұл жырда Шыңғыс Қағанның Тәңірдің қалауымен Қаған сайлануға үміткерлер арасында жалғыз өзі садағын сағымға, нұрға ілдіріп Қаған болғандығы хақында айтылады. Келесі сұрақ. Енді мына тақырыптар төңірегіне ауысайық. Шыңғыс Қаған өмірге келген кездегі Еуразия даласындағы геосаяси жағдайлар қандай еді? Шыңғыс Қаған өмірге келген кезде Хинган мен Алтай арасы, Қытай қорғаны мен Сібір тайгасына дейінгі көшпенділер әлемі аласапыран күйде еді. Далада 5 ірі тайпалық хандық болды. Біріншісі Татар хандығы. Ол Шығыс Моңғолияда, сондай-ақ Қытайдағы Моңғол өлкесінің шығыс солтүстік аумағын алды. Жиыны 70 мың үйді қамтыды. Екіншісі Керей хандығы. Орталық Моңғолия, Хангай таулары, Орхон, Тула, Керуленге дейінгі оңтүстікте Таңғыт патшалығымен шектесті. Үшіншісі Найман хандығы. Орхоннан батысқа қарай Алтай тауларынан Қара Ертіске дейін мекендеді. Төртіншісі Қамұқ Моңғол бірлестігі. Онан шығысқа қарай созылып жатты. Бесіншісі Меркіт бектігі. Байқал көлінің оңтүстігі Селенгі алқабында болды. Әлемдік тарихшылар осы 5 ірі тайпалық бірлестікті Моңғол империясының 5 тіректі күші деп қарастырады. Сахарада бір тұтас биліктің кетуі 10 ғасырдың басында басталған еді. Шыңғыс Қаған өмірге келгенге дейін шамамен 1206 жылы Сахараны біріктіргенге дейін көршілес ірі мемлекеттер осы 5 тайпалық бірлестікке ықпалын жүргізіп, оларды бір-біріне айдап салып қырқыстырып отырды. Мысалы, Татарды Шүршіт Жин империясы қанат астына алып, олар арқылы өзге тайпаларды жәншіп, Сахараның бірігуіне кедергі болса, Таңғыт патшалығы керейлерді қолдап, олардың хандарымен құдаласып, шекарасына сауда қалашығын, яғни Қара Хото қалашығы салып, өзара жақсы қатынаста болды. Ал батыстағы наймандарды Қарақытай патшалығы қолдап, әрі сүйеп керейлермен қырқыстырып отырды. Меркіттер бірде керейлермен жарысса, бірде олармен жауласып жатты. Ал Қамұқ моңғолдарды
бір тобы яғни Ясуки батырға ерген тобы керейлермен жақтас болса, Қатаған, Салжұқут, кейде Қоңыраттар татарлар жақта болды. Шыңғыс Қағанның жас кезінде Қамұқ моңғолдар Темүжін бастаған бір тобы Керей Тұғырыл жағында, ал Жамұқа шешен мен Темүжіннің туыстары бірде татарлармен, бірде наймандармен одақтасты. Жүргін, Тайшығұт тобы алғашында Темүжінге қарсы болған еді. Сахарадағы осы тайпалардың құрамы, олардың бүгінгі Қазақпен қатысы жайында айтып берсең. Сахарадағы 5 бірлестік тайпаның ішінде Қамұқ моңғолдар өз ішінен 40-тай ұсақ рулардан құралған еді. Олардың саны шамамен 150-200 мың болған көрінеді. Олар Нюрын аталатын тобы Қатаған, Салжұғут, Тайшығұт, Жүргін, Чәншұғут, яғни Шәншқылы, Тарағұт, яғни Тарақты, Қият, Боржүген, Жажырат, Нояғын, Ұрғұт, Маңғыт, Орнар, Қоңқотан, Кенегес, Дүрбен, Барлас, Қаптұрқас, Дулат, Суан, Ысыт, яғни Ысты, Оймауыт, Күрлеуіт, Сұлдус, Будат, Бесут, Барын, Шынас, Сежуит, Қартаған, Адаргын, Кеңқият руларынан тұрды. Дарлекин аталатын тобы Ұранқай, Қоңырат, Қоралас, Елжігін, Икірес, Баяуыт, Үйсін, Сүнит, Кеңгіт, кейде Дарлекин тобына Жалайырларды да қосады. Бір қызығы, тарихшылар осы Қамұқ моңғолдардың Керей, Найман, Меркіт сияқты қазақ этносын құрап отырған ірі тайпалар екендігін, оны еш мойындамайтындығы, әрі одан намыстанатыны, бүкілдей жоққа шығаруға тырысатыны. Қатаған түсінікті. Есім ханның кезіндегі қазақтың ең ірі руы. Салжұғут башқұрттың бір тайпасы Жүргін, қазір Найманның бір атасы. Шайбан Әбілқайырдың кезінде белгілі ру. Шәншқылы мен Тарақты ол да енді белгілі. Қият Шәншқылының бір атасы. Өзбек пен Қарақалпақта үлкен тайпа болды. 14 ғасырдың басында Дешті Қыпшақта бір төмен Қият әскері болды. Исатай бек болып, Алтын Орданың оң қанат әскерін басқарса, Маңғыт, Едіге, Мамайлар сол қанат әскерді басқарып, Ноғай ордасының негізін қалады. Асан қайғы, Қаз туған Доспанбеттер осы Маңғыттар еді. Бізді Шәншқылының бір атасы Өзбек, Қарақалпақта үлкен ел, Бұхар хандығында Маңғыттар басқарды. Кенегестер болса, Мәуереннахрда әскери қызмет атқарды. Шектінің бір атасы Кенегес аталады. Дүрмен Барластардан атақты Әмір Темір шықты. Бізде Найманда Дүрмен Барлас атанады. Дулат қазақтағы ең ірі ру десек те артық емес. Шағатай хандығының негізгі шығысын басқарған Ысты, Суан, Оймауыт, Қораластарда ұлы жүзде отыр. Сұлтұстар Өзбек ішінде мықты ру болса, Күрлеуіттер қазақтың Қыпшақ арасына кірген әйгілі Қажымқан палуан осы Күрлеуіт еді. Барындар Байбақты арасында бір ата, бірақ Тоқтамыс ханның кезінде Шырын, Барын, Арғын, Қыпшақ 4 ірі тайп еді. Үйсіндерден Шыңғыс Қағанның 4 сырттан қолбасшысының бірі Бороғыл шықса, оның орнын Майқу, яғни Майқы би Ноян басып, оны Шыңғыс Қаған мыңдық бойынша Жошыға беріп, Дешті Қыпшаққа жіберген еді. Сонымен 1206 жылы әлемді жаулаған моңғолдар кімдер еді? Әлем тарихшылары моңғол деп танитындар 5 тайпалық бірлестік: татар, керей, найман, меркіт, қамақ моңғол. Осы 5-еуі болған соң ғана Шыңғыс Қаған 120-150 мың қосынға ие болды. Егер біреулер ойлағандай, ол тек қамақ моңғолға сүйеніп, өзгесін қырып жойып жіберген болса, онда не болар еді? Онда небәрі 20-30 мың әскер ғана болар еді. Мұндай әскермен әлемдік империя құралмас еді. Ал қамақ моңғол атанғандар Қият, Қоңырат, Жалайыр, Дулат, Суан, Ысты, Шәншқылы, Үйсін, Қатаған, Салжұғут, Ұрғұт, Маңғыт, Дүрмен, Барлас, Кенегес, Барын, Кеңгіт, Баяуыт, Тарақты, Оймауыт, Күрлеуіт, Тайшығұт, Жажырат, Қоралас, Икірес, Бесут, Будат, Сұлтұз, Қоңқотан, Арулат, Сүнит, Қаптұрқас, Адаргын,
Қартаған, Сежуит, Уранқай, Нукуз, Жұрық, Елдүркін, Кеңқият секілді рулар болды. Кейін осы тайпаларға сібірлік рулар Таз, Байжігіт, Төлес, Төленгіт, Қырғыз, Құрқан, Тыба, Қапқанас, Қаңғас, Уыс, Телеу сияқты түркілермен Ойрат, Түмет, Қори, Бұруят қатарлы моңғол тілдестер қосылды. Қаңлылар 1223 жылы, Қыпшақтар 1236 жылы бағынды. Ал осылармен ұқсас моңғол тілдес Қидан, Шығай, Ғилар 1230 жылдары толық бағынды. Негізінде моңғол деген атауға көбінде сол Керей, Татар, Найман, Меркіт, Қоңырат, Жалайырлар ие болды. Қидан, Ғи, Шығай моңғол тілдес болса да, толық моңғол болуы 1,5 ғасырдан соң барып қана іске асты. Сізге сұрақ, мінекей, бұл жердегі аты аталған рулардың батысқа көшу мәселесі қалай болды? Осы жайында сөз сабақтай кетсеңіз. Осы тайпалардың Орта Азия мен Шығыс Еуропаға таралуы бірнеше себептерге байланысты. 1125 жылғы Елеуей тайшының бастауымен келген Қоңырат, Меркіт, Керей, Найман рулары Шыңғыс қағанға бағынбай кеткен Найман меркіттердің бір топ еді. Жошы, Шағатай, Үгедейге еншіге берілген 22 мыңдық олардың отбасылары, олар Үйсін, Салжуыт, Қият, Барлас, Қоңырат, Маңғыт, Дулат руларынан болатын. Бұлар 1260-1301 арасындағы моңғолдар империясының соғысы кезінде Хайду ханды жақтап батысқа беттеген рулар тұғын. Жалпы Қамұқ моңғолдың 40 руының 22-ден артығы Орта Азия мен Шығыс Еуропаға таралды. Тіпті Орта Шығыс жорығында Құлагу ханмен бірге Ауғанстан, Ираққа дейін таралды. Тіпті Корея жерінде де Қоңырат, Жалайыр рулары болды. Ал Шағатай, Өгедей ордасына ойысқан көште келген тайпалар Дулат, Керей, Чорос, Жалайыр, Арқанут, Күрлеуіт, Барлас, Барын, Барқы, Меркіт, Нояғын, Сұлтұз қатарлы тайпалар еді. Ал бұрын Жетісуда болған қарлықтардың көбі Қытайға кетсе, аз тобы Мәуереннахр мен Ауғанстанға кетті. Қарақытайлар Алтын Орда мен Мәуереннахрға ауысты. Алтын Ордаға ауысқан моңғол түрік тайпалары Керей, Найман, Қоңырат, Жалайыр, Меркіт, Үйсін, Қатаған, Салжуыт, Сежуит, Барын, Кеңгіт, Қият, Маңғыт, Кенегес, Қоралас, Күрлеуіт, Тарақты, Баяуыт, Жұрық, Нояғын, Арлат, Жүрят, Оңғыт, Таңғыт, Ойрат, Қырғыз, Қытай, Табын, Тама, Татар, Қалмақ қатарлы 31 ру келген. Мұның ішінде 20 тайпа таза қияттан тараған Шыңғыс қағанның руластары. Бұлар Қазақ, Өзбек, Ноғай, Башқұрт, Қырым татарларының ішінде кірігіп кетті. Өзіңнен сұрайтын тағы бір сауал, моғол мен моңғол атауының не айырмашылығы бар? Моғол бұл парсша дыбысталуы. Рашид ад-Дин болсын, Әбілғазы, Қадырғали, Мұхаммед Қайдар болсын, бәрі бір ауыздан моғол дейді. Моғолдың ата қағаны Шыңғыс қаған дейді. Моғолстан моңғол, моғол жері деген сөз. Рашид ад-Дин моңғол даласын Моғолстан дейді. Тіпті қазіргі Иран мен Түркияда Моғолстан дейді. 1260 жылы Құбылай мен Хайдудың соғысынан соң моңғолдар екіге бөлінді. Хайдуды жақтағандар Орхоннан батысқа қарай шеп құрса, Құбылайды жақтаушылар шығыста шеп құрды. 1308 жылы Хайдудың ұлы Жапар жеңіліп, Үгедей әулетінің билігімен жері бөліске түсті. Шағатайлар мен Юань империясы Алтай тауын шекара етті. Осы кезде Хайдуды елінің дені Юаньға қарамай Алтайдан батысқа қарай қоныстанды. Осыдан кейін Шағатай әулетінде Дуахан көшпенділікті жақтап, шығыста Шуа отырықшылыққа құмартып, Мәуереннахрда тұрақтады. Дуаның қол астында дені моңғолдар болып, ол жер Моғолстан атана бастады. Рулары Дулат, Керей, Жалайыр, Арғанут, Меркіт, Барқы, Күрлеуіт, Барлас, Барын, Сұлтұз, Қаңлы, Чорос, Арлат тағы басқалары болды. Бұлардың таза түрікше сөйлеуі де кейінірек болған. Сонымен Шыңғыс қаған қай ұлтқа тиесілі? Моде, Бумын қағандарды еш ұлтқа тәуелді етуге болмайтын секілді, Шыңғыс қағанды да ешқандай ұлтқа тиесілі етіп меншіктеуге келмейтін тұлға.
Өйткені ол замандағы моңғол атауы саяси атау еді. Мысалы, кешегі түркі немесе кеңестер одағы деген сияқты өте кең мағынада атау болатын. Одан бұл атау бір жағы Шыңғыс қағанның 51 жасында құрған империясының атауы тұғын. Ұрпақтары мен оның қол астындағы елі Еуразияға жайылып, әсіресе қазақ, моңғол, өзбек, қарақалпақ, ноғай қырғыздарды құрады. Қазақ халқы мекендеген жерде үш бірдей ұлының территориясының аумағы жатыр. Сондықтан Шыңғыс қағанды бір ұлтқа телу әділетсіздік деп санаймын. Мұндай әлемдік тұлғаны бір ұлтқа телу кезінде Кеңестер одағының 1945 жылы Моңғолияны дербес мемлекет ету саясатының тікелей ықпалы деуге болады. Керісінше олар қазақтарға Шыңғыс қағанды жағымсыз жақтан суреттеу, жау етіп көрсету, қаралау, отырарды қиратты, наймандарды қырды деген сияқты кері саясат жүргізді. Мысалы, 1920 жылдарға дейінгі Абай, Шоқан, Әлихан, Мағжан, Сәкен, Мұхамеджан Тынышпаев ешқайсысы Шыңғыс қағанға қатысты жаман сөз айтқан емес. Ендеше моңғол ұлтын моңғол империясы емес, Юан патшалығының мұрагері десек қалай болады? Мұныңыз рас. 1260 жылы моңғол империясы бөлшектене бастады. Құбылайдың конфуцийлік ел басқару жолын қабылдап, Кайфын қаласында патша атанғаннан кейін өзге Шыңғыс ұрпақтары оны мойындаудан бас тартты. Сонымен 1260-1301 жылдары Құбылай мен Арық Бөке Хайду арасында соғыс оты тұтанды. Хайду моңғолдың көшпелі дәстүрін сақтауды ұран етіп көтергендіктен, моңғол дәстүріне адал топтар соны жақтап, оның маңына топтасты. Осылайша Жоңғария мен Жетісуда моңғол рулары топтасқандықтан бұл жерлер Моңғолстан, Моғолстан атанды. Қазіргі моңғолдардың тегін мынадай топтарға бөліп қарастыруға болады. Ең үлкен тобы қидандар. Олар 1211 жылы Чүршіт алтын патшалығында 750 мың халық болып жасады. Кейін Құбылайға қарады. Татарлар 1196-1202 жылдары Шыңғыс қағаннан жеңілді. Бір тобы Қытай қорғаны ішінде қалып, кейін қидандарға қосылды. Қамұқ моңғолдар, Құбылайды жақтаған моңғолдар. Осының ішінде Шыңғыс қағанның туыстары да бар. Құбылайға бағынған Керей, Найман, Меркіттер тобы, орманда қоныстанған Ойрат, Бүріят бастаған тайпалар. Манжуриялық моңғол тілдес Шығайлар тобы. Сондай-ақ таңғыттар мен чүршіттер және тағы басқа халықтар болды. Демек, бұл тізімге қарап отырсақ, 1206 жылы Шыңғыс қағанды ақ кигізге көтергендер арасында қидандар, Шығайлар, орман тайпалары, мәнжүр, таңғыттар жоқ. Демек, қазіргі моңғол тілдестер деп аталатын елдің 70-80% Шыңғыс қағанға 1210-1230 жылдары қосылған елдер. Мұны өзге тарихшылар неге ескермейтіні әлі күнге түсініксіз. Ал Шыңғыс қағанның 150 мың тайпаластары қазіргі моңғолдардың тек бір бөлімі ғана. Нағыз моңғол деген атты да солар қолданған. 1368 жылы Юан империясы Қытайдан айырылғаннан кейін осы моңғол тілдестер мен моңғолдар, түркілер және өзгелері қайтадан бір халық болып қалыптаса бастады. Қидан, Шығай деген атаулар қолданыстан қалды. Құбылай рулық жүйенің тамырына балта шауып, әр руларды мидай араластырып жіберген еді. Қазір ішкі Моңғолияда бұл анық көзге шалынады. Найман деген ру аты емес, аймақ атауы. Онда жүздеген ру өкілдері тұрады. Шежіре дәстүрі атымен жоғалды. Құбылай, Қидан, Шығайлар мен моңғолдарды, чүршіттерді өзара біріктіруі, оларды отырықшы халықтың дағдысы бойынша басқаруға көшкен тәрізді. Бұл өз кезегінде руымен жүрсе бүлік шығады, қауіптенсе керек. Сондай-ақ олардың киім киісі де тұңғыс мәншүрлік сипатқа көшкен еді. Атап айтқанда 916 жылы құрылған Ляо мемлекеті моңғол тілдестер құрған мемлекет. Оларда отырықшылыққа көшу, қала салу, Қытай және Боқай өркениетін қабылдап, өз алдына дербес мәдениет қалыптастыра бастаған еді. Құбылай дәл осы Қидан, Шығай, Ғи тайпаларымен араласып, өркениеті мен тілі осы моңғол тілдестерге ауысудан кейін буддизм әсері, мәнжу әсерінен батыстағы Моғолстан, ойраттармен айырмашылығы ұлғайып, екі басқа халыққа айнала бастаған еді. 1500 жылдары Даян хан моңғолдан 6 түмен ұйыстырады. Ол түмендер
Харчин, Чархар, Ордос, Уранқай, Халқа, Түмет. Ал халқаға келсек, 15 ғасырда халқаларға мына тайпалар болды. Бірінші Барин, екінші Қоңырат, үшінші Бесут, төртінші Елжігін, бесінші Қоралас, алтыншы Жалайыр, жетінші Олқонот, сегізінші Уранқай, тоғызыншы Қатаған, 10 Херехот, 11 Хуре, 12 Хоро, 13 Хонкойт, 14 Сохор, 15 Таңғыт, 16 Сартуыл, 17 Баят, 18 Үзет. Демек, қалқаның да жарымы өзге халықтан қосылғандар екені анық көрініп тұр. 15 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың басында Сібірдегі климаттың суығандығына байланысты тұңғыстық тайпалар жаппай оңтүстікке қарай көше бастады. Олар чүршіттердің санын көбейтіп қана қойған жоқ, моңғол тілдестердің арасына келіп сіңіп кетті. Осы тұңғыстар кейін Син империясын құрды. Демек, қазіргі моңғолдарды тұтас ежелгі моңғол империясы деп аталатын империяның емес, қайта соның шығыс бөлігі болған Қытай, қидан чүршіт өркениетін үйістірған Юань патшалығының мұрагері деу дұрыс. Қазақ бертін қалыптасқаны сияқты халқаның ойраттың да ұлт болып үйісуі береде болғанын ашып айту керек деп есептеймін. Сонымен Керей мен Найман меркіттер қай тілде сөйлеген болды? Бұл тайпалар туралы тілдік құжаттар қолға түспеген соң бірдеңе деп айту өте қиын. Тек адам есімдері мен жер аттары арқылы айтуға, болжам жасауға болады. Керейттердің ханаты Құрчақұз бұйрық хан, бұйрық түрікше сөз, Тұғырыл хан, Тұғырылда түрік сөзі. Әміраты алтын ашық, яғни алтын асық, бұл да түрікше атау. Тоғыз қатын, Төре Қаймыш, бұлар да түрікше аттар. Құтылық бұқа, Сәуір бике, Білгебек, Ала бұқа, мұның бәр түрікше есімдер. Десе де моңғолша есімдер Қақша тағай, жалғыз тағай, Сайқан көкші, әдемі қария немесе шал. Моңғолдың көкші сөзі ақсақал мағынасын берсе, біздегі үлкен әкені көкедеу осымен мағыналас сияқты. Нәрин Тұғырыл, Жіңішке Тұғырыл. Енді түрікше жер аттарына келейік. Жұрқу тақ, Жұрқу тауы, Отукен, Өткен, Қадықылық тақ, Қадықылық тауы немесе Қатты тау. Моңғолша жер аттарда жетерлік. Айталық. Құсауыр, Науыр, Құсауыр көлі. Құлусун, Құласу. Өтке улан, Өтке қызыл. Жалауыр улан, Жалауыр қызыл. Сира Құлусун, Сары Құласу. Құрбан Таласуыт, үш таласулары. Нәрин Қақан, Жіңішке Қақан. Жижүр Дұн Өндір, Жижүр биігі. Зата тауларына келсек, үндір теріден тігілген Мескей. Ұшыртай Горин, Керейт жерінде өсетін қызыл жеміс. Монқұр алтының бірлігі. Қичат Хабаршы, Тәлудин, Әмәсіри, Тәләдүйін қақпасы. Тоқты Абуа, Тотқан Еруші. Кедеші Ебуген, моңғолша Қарақшы шал. Бұлар Керейт елінің жер аттары мен адам аттары және кейбір заттық атаулар. Десе де бұларда осы іргелі тайпаның тілін нақты дәлелдеуге жеткіліксіз. Өйткені Жәмиғат Тауарих 1308 жылы жазылған. Оған дейін Керейт хандығы жойылғанына 100 жылдан асып кеткен еді. Кей жерлердің аттарын моңғол тілдестері кейін қойған болуы да мүмкін. Десе де Керейт хандығында бір тілді халық болмаған сияқты. Ең кемі 6-7 ірі тайпалық бірлестікте екі тілді тайпалар өмір сүруі әбден мүмкін. 923 жылдан бастап моңғол тілдес қидандардың және моңғол тілдес татарлар үстемдігінің әсерінен осы тайпада түрік-моңғол тілі мейлінше араласқан болуы да мүмкін деп айтуға болатын сияқты. Юань империясы керейлерді, меркіттерді, жалайыр үйсін, қоңыраттарды жалпы жиыны 72 ата моңғол тобына жатады. Осы жерде аз ғана кісі аттарында тоқтала кетейін. Кісінің аттары: Инаныш Білге хан, Сенімді Білімді хан, Күшілік, Күшті, Қори су башы, Қорушы әскер басы, Құба тегін, Еті түпілік, Жеті түпті, Жеті нышанды, Олжа Ебуген, Олжай ақсақал, Баян шал, Байшал. Жермен лауазым аттарына келсек, Қызылбас, Қызылбас көлі, Ұлық тақ, Ұлытау, Екетақ Алтай, Үлкен Алтай тауы,
Бұлар түрікше атаулар. Ал моңғолша атаулары Байдарак, Белжір, Бәйтерек, Нулы жайлауы, Некен, Усу, Жалғыз су. Байқасақ, Найман, Жерсу атауларында түркілік басым. Бәлкім кей жер аттарын кейін моңғол тілдерінде қою мүмкін. Наймандарды Юан патшалығының халықтарын бөлген кезде 72 ата моңғол руларына емес, 31 ата түсті елдерге қосады. Ол елдерге ұйғыр, қарлық, арғын, найман, қырғыз, тыба, қаңлы сияқты елдер жатады. Демек, наймандар мен оңғыттар түрік тайпалары деген сенімдірек секілді. Меркіттердің Тоқтабек, Тоғысбек, Тоғызбек, Қолтуған, Құлан адам аттары түрікше болса, Дайыр усын, Дайыр суы, Абижақұттар секілді адам аттары моңғолша қойылған. Енді Шыңғысханның ұрпақтарына келейік. Жошы әулеті қазақ даласының көп жерін биледі. Сондай-ақ олар Шығыс Еуропада кейін Мәуереннахрды биледі. Қазақ, Ноғай, Өзбек сияқты ұлттар арасында төре аталады. Саны да өсіп неше жүз мыңға жетті. Шағатайлар соңында Қашқарияны биледі. 1930 жылдарға дейін Құмыл Тұрпанды басқарған уаңдар Шағатай ұрпақтары еді. Үгедей ұрпақтарының 1308 жылы хандығы жойылған кезде көбін Юан ордасы алып кетті. Төле әулеті қазіргі моңғолдар арасында мидай араласып кетті. Жалғасты сұрақ. Орта Азияда көне моңғол тілі қалай өмір сүрді? Алтын Орданың 1370 жылдарға дейінгі хандарының мөрлері, жарлықтар осы көне моңғол тілімен жазуымен жазылды. Алайда Алтын Ордадағы 92 баулы рудың 22-27 аралығындағылары шығыстан келген моңғолдар немесе түркі тілдестер болды. Олар біртіндеп тілдерінен айырыла бастады. Оған 1312 жылы Өзбек ханның ислам дінін мемлекеттік дінге айналдыруы да көп себеп болды. Хиуа жерінде Әбілғазының айтуынша 1480 жылдарға дейін моғол тілі, көне моңғол тілі сақталған. Шағатай хандығында моңғолдар көп болғанын айттық. Тұғылық Темір ханның жарлығы да моңғол тілінде еді. Құдайдаттың қолында моңғолша жазылған Шыңғыс қағанның яса заңы болған, әрі Құдайдат оны жатқа білген. 1507 жылы Моғолстан ханы Сұлтан Махмұд 60 000 әскермен жорыққа аттанар алдында Бабырдың айтуынша моғолдың көне салтымен Шыңғыс қағанның 9 шашақты туы тігіліп, бір сиырды аяғынан жіппен байлап, бір адам ұстап тұрды. Хан және бір моғолша бірдеңелер айтты делінеді. 1544 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати Тарихи Рашиди кітабында өзінің ата-бабаларынан қалған Тұғылық Темір хан берген артықшылық жарлығын көргенін, оның моңғол жазуымен моғолша жазылғанын, оны өзі де оқып түсінгенін айтады. 1510 жылы Моғолстан Іле Жетісу Қырғызстаннан айырылып, тек Қашқарияны ғана Шағатай әулеті иелеп қалды. Осы кезде моғолдар қазақтарға қосылып, тілдік жақтан бір тұтастыққа жеткен болуы да бек мүмкін. Өзің білесің, Шыңғысханды қазаққа қарай телеген керек десеңіз, бар ғұмырын сарп еткен жанның бірі марқұм Тілеуберді Әбеней ағамыз еді. Осы кісінің еңбегі жайлы жекелей көзқарасың қандай? Әбеней ұлының еңбектерінің біразымен танысып шықтым. Әсіресе Құпия шежіренің құпиясы атты кітабымен. Бұл анық тапсырыспен істелген кітап деп ойлаймын. Мақсат Шыңғыс қағанның империя құрған жерін Қазақстанға телу. Бұл өгіздің мұрнын жұдырықпен тескен сияқты болар еді. Осы еңбегіне зер саламын деп жүріп, өз басымда сол Қытай әріптерімен жазылған, көне әріптерімен жазылған моңғолдың құпия шежіресі атты кітапты оқып, әр сөздерін саралап шықтым. Онда 4400-дей сөз бар. Оның 500-ден артығы жер су аттары, адам есімдері, ру тайпа аттары, мемлекет аттары болып келеді. Қалғаны көне моңғол тілінің сөздері. Ең ғажап жері 55% сөз қазақ тілі және көне түрік тілінің сөздерімен бірдей. Грамматикасының 30-40% ұқсастығы бар. Мұны толық тәпсірлеу керек. Демек, ол замандағы моңғол тілі қазіргі моңғол тіліне қарағанда түркі тіліне әлде қайда жақын болғаны анық көрініп тұр. Тілеуберді мырза мұның барлығын толық тәпсірлемеген. Онан өзге мағынасын бұрмалаған жерлерде өте көп. Ұқсас жер аттарын шатастыру, оның өзенін іле деп қарауы тарихи географияға өте қайшы.
Ол бойынша Шыңғыс Қаған Жетісуда өмір сүрсе, Жетісудағы Қарақытай мемлекеті қайда кетеді? Онда керейлер сырдың бойында, ал наймандар батыс Қазақстаннан бірақ шығу керек еді. Барлық деректерде Моңғол ұлысы шығыста Қытай қорғаны, батыста ұйғыр, оңтүстікте таңғытпен шекараласады делінген. Ол жерде батысы Алтай таулары, Хангай тауы, Орхон, Селенга, Керулен, Тұғыла, оның бәрі анық жазылып тұр. Ол жер атаулары қазір Моңғолияда тұр ғой. Сондықтан бұл негізсіз әңгіме болды. Тағы бір қателігі сол замандағы көне моңғол тілін қазақ тілі немесе түрік тілі деп бұрмалау. Құпия шежіре ғана емес, сол дәуірдің неше жүз хат құжаттары, ескерткіштері, мөрлері тұр ғой. Оны қалайша бұрмалауға болады енді. Және сұрақ: біздің Шыңғысханға жаппай қызығушылық танытуымыздың себебі не? Бұған рулық жүйенің қазақта әлі сақталып келе жатқаны тікелей себепкер деуге келеді. Руын білетін әр қазақ Шыңғыс Қағанның аты аталса, соның тарихынан өз руын оңай табады. Мысалы, Найман, Керей, Қоңырат, Жалайыр, Төре, Меркіт, Дулат, Қатаған, Үйсін. Оларға түркі қағанаты туралы тақырып қызық емес. Өйткені ол кезбен өз тегін тіке байланыстырып руын таба алмайды. Мұны бір жағынан жоққа да шығара алмайсың. Ілкі бабаларының Шыңғыс Қағанмен бірге жүріп, даңқты тарих жасағаны да еш өтірік емес қой. Соңғы сұрақ: Шыңғысханның қазақ тарихындағы рөлі мен орны қалай деп есептейсің? Шыңғыс Қаған ең әуелі бас-басына бытыраған ұлыстарды біріктіруші болды. Оның алдына 2000 жылдықта ешкім де түсе алмайды. Ол адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған империяны құрды. Өзгеше әрі жаңа соғыс тактикаларын ойлап тауып, Шүршіттің миллион армиясын жеңе алды. Айталық, Шүршіт сияқты 53 миллион, Хорезм сияқты 20 миллион халқы бар екі империяны жойып жіберді. Ол заман көшпенділердің ең бір салтанат құрған кезеңі деуге әбден болады. Қазақ жерінде оның 3 ұлы билік құрды. Бірақ соңында барлық қазақ жерін Жош әулеті, оның ішінде Тоқай Темір иеленді. Олардың билігі 1847 жылы Кенесары ханмен аяқталды. Демек, қазақ хандығы ол жаңадан пайда болып, бір елден егемендік алған мемлекет емес. Қазақты құраған рулардың да көбі 1206 жылы Шыңғыс ханды Қаған сайлаған рулар екені белгілі. Орта жүздегі 4 ірі тайпа мен ұлы жүздегі Қаңлыдан өзге руларды, төрелерді қосып есептесеңіз, қазақтың 3-тен 2-сі Шыңғыс Қағанның елі болып есептеледі. Моңғол дәуіріне қатысты тарихи дерек басқа дәуірлерге салыстырғанда аса мол болғандықтан, онда сол замандағы көшпенділердің этнографиясы туралы мәліметтер мол. Мысалы, 7 ата ішінде қыз алыспау, 12-13 атаға дейін ата санайтын шежіре салты, қыз ұзатқанда әкесінің ермеуі, киіз үйдің алуан ойымен әшекейленуі, басқа ақ қалпақпен сәукеле киюі, балалардың асық ойнауы, үлкендердің саятшылық істеуі, көбінде не нәрсені болсын жырмен жеткізуі, өлген адамға жоқтау айтуы, жерлеуі, құмалақ салу, жауырын қарауы, айға бата жасау, түс жору, босағаны баспауы, баланы бесікке салуы, ата-баба аруағына сиынуы, жағын таянбауы, қымыз ішуі, түрлі музыка аспаптарымен жыр айтуы, найзағайдан қорқуы секілді көне сал жоралғылар мен ырымдар әлі күнге дейін қазақ ішінде сақталғаны адамды ерекше таңғалдырады. Ал Шыңғысханның Отырар қаласын күйреткені жайында не айтар едің? Отырар ол заманда керемет үлкен қала емес еді. Тек шекарадағы Қамал сауда қаласы тұғын. Тұрғындарының көбі қандай халық болғанда нақты мәлім емес. Ол кезде Жетісуда халықтар мен Қарақытайлар, сыр бойында Қаңлылар, Маңғыстауда, Таразда түркімендер, Еділ мен Жайықта қыпшақтар болғаны анық. 1897 жылы Түркістан қаласының өзіндегі 9-10 мың тұрғынның дені сарттар болғанын ескерсек, одан 700 жыл бұрын Отырарда соғды сарттар тұрмаған дей алмасымыз анық. Қорғаған әскер басы Қаңлы Қайырхан болғанымен, қалаға шабуылдаған неше түмен әскерде сол баяғы Керей, Найман, Меркіт, Қоңырат, Жалайыр болды емес пе? Қазіргі күнде ол маңда Қоңырат қоныстанып отыр. Олар Қайырханның емес, Шыңғыс Қағанның әскері, нағашы қайын жұрты. Ал қаланы жоқ қылды деген деп қып-қызыл өтірік. 1402 жылы Ақсақ Темір осы Отырарда өледі. 1470
яғни 1460-тан 1470 жылдары Шайбани мен қазақтар осы отырар үшін таласты. Ал кітапхана туралы айтуға нақты дерек керек. Ең соңғы сұрақ. Бүгінгі ғылымның ең бір жетістігі генетика ғылымы ғой. Шыңғысханға байланысты генетикалық зерттеулер не дейді? 2006 жылдарда басталған генетикалық зерттеулер әсіресе Шыңғыс Қаған әулетінің геніне байланысты зерттеулерді жиі жүргізді. Таңғаларлық іс қазақтардың аталық гаплогруппасының мұңғыл тілдес, тұңғыс тілдес халықтармен аса ұқсас шығуы, керісінше түркі тілдес ұлттардан үлкен айырмашылықтың болуы болып отыр. Генетикада Шыңғыс Қаған әулетінің гені делінетін сыластырдың қазақтарда ең жоғары көрсетуі көп ғалымдарды таңғалдырып отыр. Жалпы С2 гаплогруппы қазақта 50-60%, халқа моңғолдарда 50-55%, ал халқадан 3 есе көп Қытайдағы моңғолдарда керісінше O2-50%, С2 30%. Оның ішінде Шыңғыс Қаған әулетінің гені делінетін С2 қазақта 19-30% болып отыр. Халқа моңғолда 16-30%-ға дейін, ал ішкі моңғолда 5-10%. Қазақта моңғолдық топқа тән Найман руы көбінде O2 гаплогруппқа тән, ол ішкі моңғолдарда жоғары. Бұл ішкі моңғолдарға да, наймандарға да қидандардың мол қосылуынан әсер еткен. Демек осы екі гаплогрупп екі халықтың негізін құрайды. Қазақтардағы айырма Ж, Р1Б, Р1А бұл гендер ари тайпалар мен ғұндардың араласуынан түркілерге молайғаны. Сияқты еуропалық орта шығыстық гендерде 30-35% болғандығында қазақтар 13 ғасырда моңғол аталған түрікше және көне моңғолша сөйлеген халықтың батысқа барып, жиырлық қаңлы, қыпшақ және сібірлік түркілермен қосылып қалыптасқан халық болса, қазіргі моңғолдар сол көне моңғолдардың өзге моңғол тілдес қидан, тұңғыс сияқты халықтармен араласуынан қалыптасқан десе дұрыс секілді. Құрметпен керек дерек арнасы. Оқыған мен Ермек Қанатбекұлы. Ел аман, жұрт тыныш, әр қазақ бай намысты болуға хақылы. Алаш арманы орындала берсін.